Біздің өзіміздің еліміздің азаматтарына мүмкіндік берілсе, бана жоғарыда айтқандай, біздің ауыл шаруашылығына жаңадан бір серпіліс беріліп, жаңа бір дамуына үлкен қарқын беріледі деп есептейміз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі сектор, Б секторы. Келесі сөз кезегі Оқиза Махамбетова апамызға беріледі. Құрметті қауым, мынау жер мәселесі ол деген үлкен, бұл атқа мінерлік мәселе. Бұл халықтың жері. Жер ешқандай сатылмайды да, жалға да берілмейді. Жұмыс жаса, бар, малыңды бақ, егініңді сал. Бұған ешкімде жоқ. Облыстың әкімімен, мысалға, кадастр бойынша қаншама жер аласың, квадратный метр жер аласың, қанша гектар жер аласың, соны келісіп өмір сүруге болады. Ауылдың адамдары. Ауылдың адамдары деген қандай қазір? Қан жылап жүр. Ауылдың 1 литр сүтін іше алмаймыз. 1 қасық майын жей алмаймыз. Қайда ол? Қайдамыз? Біздер қайда жүрміз? Ал мен басқасын айтпайын, халық барлығын біледі ол. Халық тек әлгі Әзірейілдің періште қай уақытта жанын алатын білмейді, одан басқасын барлығын біледі ол. Ал үкіметтің ұрлығын, шындығы бәрібір қалқып шығады. Ол жатпайды жерде. Менің айтайын дегенім, жер сатылмайды да, жалға да берілмейді. Бір. Екіншіден, әлгі сатылған жердің сатып алды ғой, ақшасын қайтадан беріп, қайтадан алсын. Сосын, біздің халықтың ақшасы жатыр ғой, национальный фонд дейді. Ол президенттің де ақшасы емес, ол үкіметтің де ақшасы емес, ол халықтың ақшасы. Соның жарсын салсын ауылға. Институт құрсын, лаборатория жасасын, бүкіл халықты жұмылдырсын. Үкімет халыққа бетін бұрсын. Ал мен айтайын дегенім, қазір бір бастыққа кірейін десем, мен кіргізбейді. 7 атаңды сұрайды, неге барасың, неге қоясың? Ақыр соңында ол, мен кіре алмай кетем, басым дың боп. Екіншіден, ол мен солай, жердің мәселесі, ол халықтың мәселесі. Ал конституцияда жазылған ғой, халықтікі деп. Ешқандай бұрмалау болмау керек. Ал халықты адамға санамайсыңдар сендер. Ал министр, сен отырсың. Сосын менің 2 депутатқа қоятын сұрағым бар. Бекболат пен Сабильяновқа. Олар бірнеше дүркін депутат болып отыр. Айтайын дегенім, мінекей сендер халықтың мүддесіне қарсы заң қабылдадыңдар. Әрине ол Назарбаев пен үкіметтің түсірген бұйрығы. Сендер ондай заңды халықтың мүддесіне қарсы неге қабылдайсыңдар? Соны маған жауап беріңдер. Әркім айтқан сөзіне, жасаған ісіне жауап береді. Ал менің айтайын дегенім сол. Сосын мына 2 бала жаңа, Талғат пен Макс. Мен митингіге барған уақытта мен көшеден барып естідім. Көшеде жүр, базарда жүріп естідім. Мен ешкім шақырған жоқ. Халықтың көпшілігі солай барды. Ол 2 балаға жала жауып тұр. Ондай барып, неге барып, үкімет акиматқа барып қағаз тапсырған шығар. Единственный выход. Ал сол. Одан басқа халықтың немене? Осыншама тіпті сознаниесі жоқ па? Халық деген ертең атқа мінеді керек десең. Ал тіл мәселесі де страшный мынау. Өзіміздің әлгі немереміз қазақшаны дұрыс білмейді. Келіп ал орыс тілі, и так передача, значит, на русском языке. Ал енді келіп ағылшын тілін дейді. Әркім өзі оқиды ғой ағылшын тілін. Қытай тілін оқиды, орыс тілін оқиды. Енді бар 1-ші класстан бастап, енді 1-ші класстан бастап 3 тіл дейді. Бұл масқара ғой көке. Біз миғылай қалып жібересіңдер ғой. Бұндайларыңды қойыңдар, слушайте. Адамды халықты адамға санаңдар енді. Ал атқа мінгізбеңдер бізді. Ал солай айтайын деген. Ал рахмет сендерге. Каз.
Жауап береді, жауап береді. Қазір апа, айттыңыз ғой, мен жауап... Сұрақ түсінікті болды. Жауап береді, жауап береді. Жауап береді қазір. Ал жауап берейік онда. Мен де өзім ойымды айтқым келіп отыр, сіздің жаңа сұрағыңызға байланысты. Бекболат. Қысқаша жауап берейін. Рахмет апа, сізге көп-көп. Өткен жол митингінде сізді көрдік, кеудеңізді ашып тұрып, өзіңіздің патриоттық сөзіңізді айттыңыз. Оны біз толық қолдаймыз. Сізге көп-көп рахмет. Біз де еліміздің патриотымыз. Құрметті атыраулықтар, құрметті комиссия мүшелері, жаңа апамыз сұрақ қойды, мен қысқаша жауап берейін. Апамызға көп-көп рахмет. Өткен жолы митингіде де апамыз жақсы сөздерді айтты, оны көрдік. Сол айтқан сөздер үшін мен шын жүректен рахметімді, алғысымды айтамын. Ұзақ өмір сүре беріңіз, осылай әрқашанда белсенді болып, қоғамның жұмысына белсенді араласа беруіңізге тілектеспіз. Біз де еліміздің азаматымыз, біз де осы елдің жанашырымыз. Кезінде біреу білер, біреу білмес, сонау 86 жыл желтоқсанға шыққанда да біз қазақтың намысын қорғап, осы қазақтың кім екенін әлемге дәлелдей білген азаматпыз. Сондықтан да бәріміздің ішімізде осы жерге деген, отанға деген жанашырлық, патриоттық бар. Ал енді сіздің нақты сұрағыңызға келетін болсақ, жер сату туралы заңды біз қабылдаған жоқпыз. 2003 жылы сол кезде парламент қабылдаған. 2003 жылы мен депутат болған жоқпын апа. Сондықтан ал кейінгі жылдардағы өзгерістер, ол сол заңды жүзеге асыру үшін қалай берудің тетігін енгізу ғана болды. Мысалы, жалға алған азаматтар жаңағы оларға жаңағы жеңілдікпен жер сатып алу қарастырылған болатын. Сондықтан да әрине мен түсінем, бетке ел ортасында шығып сөз айтып жүргеннен кейін бізге көп мысалы сөз айтылады әрқашанда. Оны мен жақсы түсінем. Парламентте 154 депутат болса да сөз еститін 4-5 депутат былай қарағанда. Ал жалпы парламент заң шығаруды жүзеге асыратын Қазақстандағы ең жоғарғы өкілді орган. Сондықтан да жауапкершілігіміз бар, одан ешкімде таймайды. Жауапкершілікті мойынға аламыз керек болса, оны кезінде 1986 жылда біз мойнымызға алғанбыз азамат ретінде, одан ешкімде таймайды. Сондықтан сізге көп-көп рахмет. Енді мен көп сөйлемей-ақ қояйын, ары қарай да бір ұсынысымды айта кетейін. Жалпы мына мен көптеген азаматтардың айтқан сөздермен толық қосылам. Жақында Шығыс Қазақстан облысының 4 ауданына бардым, 27 ауылдық елді мекендерінде аралап, сол жердегі ақсақалдармен, ауыл тұрғындармен ашық кездесу өткіздім. Сонда ауыл тұрғындарының, ақсақалдардың айтып отырған сөзі, жер ол сатылмасын, шетелдіктерге бермесін деген ұсынысын айтып отыр. Мен осыны сіздерге жеткізгім келіп отыр. Сондықтан да азаматтар, бұны бәріміз айналып келгенде келісімді түрде шешуімізге, біреуді кінәлап, біреуге қазір сөз айтудың бұл жерде мен ойлаймын артық ол. Өйткені бұл жерде келісім үшін не үшін құрылды комиссия? Осы сөз жер мәселесіне байланысты туындаған мәселелерді шешу үшін, соларға ұсыныс жасау үшін құрылды деп мен ойлаймын. Жалпы рахмет. Мен де жаңағы азаматтардың айтқан сөзіне толық қосылсам, жеке азамат ретінде, кезінде желтоқсан оқиғасына қатысқан азамат ретінде, мына қазір істі болып жатқан Макс Боқаев пен мына Талғат Аян деген азаматтардың осы ісін дұрыс қарап, қадағалап, жалпы азаматтарға дұрыс бағыт беріп, осы азаматтарды қорғап қалуға мен ойлаймын бәрінде шамасы жетеді деп. Сондықтан да мен олардың бостандықта болуына тілектес адамдардың бірімін. Рахмет. Бекболат. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Жалпы жерге байланысты қазақтың жаны бүйтіп шырылдамаса, ол елдіктен кетті деген сөз. Жер мәселесі тараздың басына түскен кезде жаның осылай ышқынбаса, ол ел болып, ол ұлт болып жарытпайды. Бір позиция. Екінші, жаңа менің апам мені кінәлап отыр, бірақ кінәлайтын жөні жоқ. 2003 жылда мен парламентте болған жоқпын. 2015 жылы екінші қарақшыда заң қабылданғанда да мен өз бетіммен жеке жай жүргем ұлттық спортта.
Ал енді қазір кнопка басатын кезге келген жоқпын. Оған дейін маған дейін одан менен кейін болып кеткен нәрселер болды апа. Сондықтан мен осы парламентке соңғы осы кейін кезде ғана келіп отырмын. Ал менің позициямды білгілеріңіз келсе, мен позициямды айттым. Шекаралық белдеуге байланысты позицияларында, ұсыныстарында, жерді банкіге жаңағы неге кепілдікке қою мәселесіне байланысты болмайды. Жер шынында да бұл товар емес. Сонсоң жайылым мәселесіне байланысты бұл жер жалға беруде шынында да бұл социальный напряжение дейді ғой, әлеуметтік шиеленіс шақыратын нәрселерден барынша сақ болу керек. Одан кейін шекаралық белдеулерде бәленбай километр емес, шекаралық аудандардың, мысалы Үржан сияқты, Нарынқол сияқты аудандардың мысалы үшін сол жерлердегі жер мәселесіне ерекше бір санатта, ерекше категорияда қарау керек деген ұсыныстарды айтып жатырмын. Әйтеуір депутат болып келді деп ойлаған соң, осының басқасына мен жүрген сияқты көріп отырсыз ғой, апа, шынында да мен бір басымды ала қашып отырған жоқпын. Шынында да бастым, басқасы деп айтар едім. Түп ешқандай бұл жерде қарым-қатынас жоқ екенін өзіңізге айта кеткім келеді. Қалған нәрсені мен кнопка басқан кезде барып кінәлай жатарсыздар. Ал енді ағайын білесіздер ме, мынау 86-ның желтоқсан оқиғасына мен де қатысқам. Оны сіздер білесіздер. Политехникалық институттың студенті болып жүрген адам сосын кейін консерваторға кетуге сол нәрсе себеп болған. Бірақ ол кезде біз советтік социалистік республикалар одағында кеңес империясының құрамында империяға қарсы азаттық үшін болған шаруатын. Мына нәрсеге байланысты өзіміз отырған бұтақты өзіміз араладық деп бір артық кетуге болмайды. Кейбір нәрседе өте сақ келу керек ағайын. Егер біріңді қазақ біріңді дос көрмесеңіздің бәрі бос. Бұл ата бабамыздың армандаған тәуелдігі тараздың басына түскен кезде бір байыппен келмейтін болсақ, кейбір нәрседе ашуға салынған дүниеде қауіп тәуелсіздікке түседі. Қазақтың тәуелсіздігін, ата бабаң армандаған нәрсеге қауіп түсетін әркез біз естен шығаруымызға болмайды. Сосын екіншіден ойламаңыздар, жердің қамы тек қана бірен саран адам ғана ойды, қалған адам әйтеуір биліктің маңайына барса халыққа қарсы шыға келеді деген ойдың өзі қате ой ағайын. Өйткені біз қазақтан бөлінетін ештеңеміз жоқ. Сол қазақтың бізде құрамындамыз. Мен құдағыңда, құдағыңдалығыңда, басқаң да қазақ. Ол өзің туған туысынан бөлініп қайда кетпейміз ғой ағайын. Сондықтан да бұл жер мәселесіне, ұлт мәселесі, тіл мәселесі, жаңағы үштілділік мәселесіне келген кезде өзіміздің нақты айтатын ойымыз бар. Сосын алдын ала секіре беретін шаруа емес, өз шаруаның бір шешілетін шаруа кезі болады апа. Шаруа шешілетін кез болады. Алдын ала байбалам салуға беруге болмайды. Шаруа шешілетін кезде кімнің қандай көзқарас екен, қандай бағыт екен, сол кезде көрінеді. Сол кезде сынаңыздар, сол кезде тұтып жеңіздер. Шаруа бітпей жатып, айғайла деп мені қинамаңыздар. Жақсы. Жаңа апамыз министр деп қалды, бірақ мен ол жөнінен рұқсат болатын болса, кейін соңынан жауап бергім келіп отыр. Қазір пікірдің бәрін тыңдап біткеннен кейін. Бірақ дегенмен де тағы да айтқым келеді, ардақты ағайын. Біз жаңа айттық қой, біз бұл жерге дауласу үшін келіп отқан жоқпыз. Біз бұл жерде ақылдасу үшін келіп отырмыз дедік мен. Пікір алмасу үшін келіп отыр дейміз. Сондықтан да ана сөздің салмағының бар екенін ескеріп, оңды солды сермей бермей, кішкене пайымдап, осының төңірегінде ой білдіргеніміз орынды сияқты. Оның үстіне қараңыз, міне енді айтып жатудың қажеті болмады. Өйткені бәрі біледі, бүгін таңда жер комиссиясының отырысы тікелей эфирде міне бәрі жүріп жатыр мынаның бәрін. Тек қана қазақ қана көріп отқан жоқ оны, басқа да көріп отыр осының бәрін. Яғни біздің мәдениетімізге де баға беріп отыр. Осы жағында ойланайық ағайын. Міне тағы айтам, өтініш айтатын әңгімеңіз болса, күн тәртібіне байланысты осының төңірегінде міне ойыңызды ашық білдіріңіз. Ешқандай шектеу жоқ, міне осының төңірегінде сөз сөйлеулеріңізді сұраймын. Оң жақ. Келесі ол сөйлейтін Досқан Жұмабай. Құрметті комиссия мүшелері, парламент депутаттары, атыраулықтар. Кезек Атырау жеріне келді комиссия отырысының. Осы комиссия адамның еш ойына да түсіне енбеген сол комиссияның дүниеге келуіне осы Атырау себеп болған бәріңізді білесіздер. Мен енді уақыттан ұту үшін қайталамай өз манағы пікір алмасы ғой, сонымды айтайын. Жер бұл әр ұлттың да